Сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін шоколадный сметаник жасайтын боламыз. Жаңа оқырман болсаңыз, тіркеле кетіңіз. Ол үшін бізге бір жұмыртқа қажет болады. Бір жұмыртқаның үстіне шекер салып, жақсылап араластыратын боламыз. Описание бөліміне жаза кетем, қанша грамм қалай екенін. Осылай жұмыртқамыз бен шекерімізді жақсылап араластырып аламыз. Сосын ұнымызбен разрыхлителімізді салып аламыз. Ұнымызды електен өткізіп қойдым. Енді жаңағы шекерімізге саламыз ұнымызды. Араластыратын боламыз тағы да. Содан соң майымызды теркіден өткізетін боламыз. Майымыз холодильниктен шыққан салқын май. Менде майыңыз негізі маргаринді қолдануға болады. Май жақсы болады. Егер майыңыз проценті жоғары болса, менде 72%, онда тестаңыз жұмсақ болып шығады. Осылай теркілеп аламыз да майымызды. Болып қалдым. Салқын май болуы қажет. Тоңазытқыштан осы ойда алып шығып теркілейсіз. Теркіміздің артындағы майларды түсіріп жатырмын. Ұнымызбен үйкеп. Мінекей осылай болды. Енді осыдан жұмсақ тестаны илейтін боламыз. Өте жұмсақ тесто шығады. Жақсылап араластырамыз. Комок қалып қоймау қажет. Ұнымыздың бәрі жақсылап араласу қажет. Мінекей осындай жұмсақ тесто шықты. Тестамызды қоя тұрдым. Енді холодильникке бірден жасауымызға болады. Мен пока начинкасын жасап аламын. Начинкасына менде 2 жұмыртқа, шекер, жұмыртқамыз бен шекерімізді жақсылап араластырамыз. Содан соң сгущенка саламыз. Сгущенка болмаса міндетті емес. Сгущенка салсаңыз ерекше тәтті дәм береді. Менде 3 желанияның сгущенкасы. Сгущенкаңызды сапалы болған жақсы. Жақсылап жұмыртқамызбен сгущенкамызды, шекерімізді әдемілеп араластырып аламыз. Мінекей енді кукурузный крахмалымыз салып аламыз. Жақсылап араластырамыз тағы да. Шоколадымызды водяной баняға қойып ертіп аламыз. Менде Қазақстан шоколады. Енді тестамызды жайып алатын боламыз.
тестоның бір жері қалың, бір жері жұқа болып кетпей қажет. Барлық жері бірдей біркелкі болу қажет. Осылай әдемілеп жаямыз. Бірдей етіп бүкіл жерін. Бірінші жағына жағып, сосын орта жақтарда істейтін боламыз. Мінекей осылай біткеннен кейін көтеріліп кетпеу үшін вилканы ізін қалдырамыз, осылай тесіп. Тестамыз дайын, міне. Оған дейін пешімізді қыздырып қоя береміз. Енді жаңағы кукурузный крахмал жұмыртқа қосылған массаға, начинкасына жаңағы водяной банядағы шоколадты қосамыз. Какао қоссаңыз да болады, бірақ шоколадтың цветінің өзі шығады. Мінекей осындай шоколадный цвет болды. Енді соған қаймағыңызды қосамыз. Қаймағыңыз міндетті түрде 20% немесе одан жоғары болу қажет. Қаймағымызды салып, тағы да араластыратын боламыз. Қаймақты еш уақытта миксермен араластырмаңыз. Формасын ұстамай қалады. Осылай венчикпен, жаймен немесе қасықпен араластыруыңызға болады. Осылай араластырамыз. Егер түсі қатты қоңыр емес десеңіз, шоколадный емес десеңіз, какао қосып жіберуіңізге болады. Піскесін қарая цветі. Осындай болып шықты. Енді тестамызға құямыз осыны. Массамызды. Мінекей құйып болды. Бетін біркелкі етіп түзеп аламыз. Мінекей болды. Енді осымызды пешімізге салып пісіріп аламыз. Каналым ұнаса, лайк басып тіркеле кетіңіз. Мінекей осындай шоколадный сметаник шықты. Баршаңызға ас болсын. Көріскенше.